Ассаламу алейкум. Аузбиллахи минашшайтанирражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Алдыңғы бір сабақтарда мына Таха сүресіне келген кезде енді айтып кетіп едім, бір ақпараттар келді деп тахаджуд намазында болған кезде. Соны бір несін, бір ақпаратын айттым да, тағы бір екі ақпаратын айтпай кеткенмін, сосын айтам деп. Бұл сол кезде себеп болды да оны сосын айтуға. Мына енді қазір біз енді 15-ші сабағымызда енді өтіп кеттік қой. Хуруф мухатта деген біздің хуруф мухаттаны зерттеп кеттік та әріптерді. Енді оны сол ақпаратта көрген адам қазір бұл нәрселерді дұрыс түсінеді да, жақсы түсінеді да. Енді сол Таха сүресіне оралайық. Таха сүресін біз бүйтіп отырдық та. Таха сүресін. Ха дейді. Ұғымын бір Алла ғана біледі дейді. Біз енді қазақшаға тау да деп аудардық та. Осындай мағына береді да. Таха сүресінің бәрі негізі айтып кеттік қой, әр сүренің ішінде бір міндетті түрде бір сөз болады. Бірнеше рет қайталанып отыратын. Сол сөз сүренің кілті сияқты соның мағынасын ашады да. Таха сүресінің мағынасын ашатын тауда деген сөз болды да. Және де біз ана сол хуруф мухатта әріптерінің бәрін жазып кеткен кезде Тахада бізде сол тауда деп аударылды да. Енді бұл ақпарат маған сол 16-шы осы ақпан февральға тахаджуд намазында тұрған кезде осындай ақпарат кетті. Тахаджуд деген сөздің өзі де тахаджуд. Біз айттық қой, өзіміздің тәсілді пайдаланамыз, буынға бөлеміз. Екі буынға бөлсеміз тахаджуд болады да. Тахамыз тауда деген мағына берді. Джуд деген ол екі мағынада да. Біреуі джуди тауы соған келеді. Мына жерде қалай естисіз, звуковая калька дейді ғой, қалай естисіз, сол мағынада да жүрді. Тахаджуд деген артында қазақтың сөзі бар, тауда жүрді деген. Тауда жүрді. Осындай ақпарат келді. Мына сөздің, мына біздің қазақша тауда жүрді деген мағына осы сөзді түбімен мағынасын ақтарып шығарады да бізге. Не мағына бұл? Ол кезінде пайғамбарлар, әр пайғамбардың өзі тауған, тауға шығады да, тауға барғаннан кейін жекешеленіп Алламен бір қарым-қатынасқа келеді да, біреу уахи алады, біреу Мұса пайғамбар тікелей перденің артында Алла тағаламен сөйлескен, ақпарат алып отқанда тауда жүрді. Тауда жүріп Аллаға жақындасады. Тахаджуд намазында сондай дәрежесі бар да, пайғамбарлардың тауда жүргендегідей сондай сізде сондай әсерде боласыз, сондай кезеңде боласыз да. Тахаджуд намазының маңыздылығын көрсетті. Тахаджуд намазында сіз өзіңізді дұрыс жол таңдап, жүрген жүрісіңіздің бәрі дұрыс болып, киінген киіміңіздің бәрі дұрыс болса, тахаджуд намазында міндетті түрде бір ақпарат аласыз. Пайғамбарлардың тауда жүргенімен бірдей болады да. Тахаджуд. Одан кейін тағы да екінші ақпарат кетті.
тахажуд негізі мына Құран кәрімді мен көбісін зерттеген кезде көп ақпараттар Мұса пайғамбармен байланысты болды да. Білмеймін мен не екенін, оны несін айта алмаймын, қандай себептермен екен, бірақ көбісіне бастапқы мына кілттердің бәрі Мұса пайғамбардың әңгімелерімен Құран кәрімнің кілттері ашылып отырды да бір. Сол кезде тағы да бір келген ақпарат, Мұса пайғамбардың бауыры болды ғой, Харун деген. Ол пайғамбар Харун. Оны еврейлер Арон дейді. Бұны не үшін айтып отырмын? Енді қазір осындай мысал келтірейік та. Мына біз қазақпыз ғой, енді әр ұлттың бір өзінің бір сөйлеудің ерекшелігі болады да, ерекшелігі болады. Мына жаныма қазір бір орысты шақырып алып, мен Жамбыл деймін да, соны қайталаш десем, ол міндетті түрде сізге Джамбул дейді. Арабты шақырып алып, жаныма отырғызып қойып шақырып алып, Харун десем, қайталаш десем, ол міндетті түрде, мен Арғун десем, ол Харун деп жауап берді. Мынаның артынан негізі қазақтың сөзі жатыр ма? Харғун. Харғун. Әр сөздің артына бар ха қоса береді. Негізі Арғун. Харунның негізі өзінің аты Арғун. Әр арабқа айттыңыз, Арғун десеңіз, ол Харун деп жауап берді сізге. Еврей Арон дейді. Негізі түбіне жатқан Харун. Осындай ақпарат келді тахажжуд намазында. 16 күн түнде ақпанның февраль 2 айдың Арғун. Және де тағы да кейбір заттар Иса пайғамбармен және де Мариям анамызға байланысты ақпараттар болған. Енді ол екінші болған нәрсені, енді бар нәрсені бар деп айтып кетемін да. Біздің Құран кәрімде 3-ші сүре Әли Имран деп аталады. Әли Имран. Әли Имран. Осында жаңа неге кодқа салу керек сондай келді да. Анда буынға бөлес Имран. Онда біздің алдында енді біз кодты көрсетіп кеттік қой. Біздің код былай болды. Арабтың сөзін алып, мынандай кодқа салсаңыз, міндетті түрде қазақтың сөзі шығады. Миран. Әли Миран. Мирам қызы Мариям. Біз енді айтып кеттік қой, бүкіл пайғамбарлардың бәрі, енді қазақ демесем де, қазақ тайпаларынан шыққан кісілер. Мұса пайғамбардың Харун бауырында өзінің аты Арғун деп, міне. Бұл енді мүмкін енді Арғун тайпасымен байланысы бар. Мұхаммед пайғамбарды да жазып кетті ғой, Көрейш деп жазып кетті ма? Ағылшын тілімен жазғанда ма? Ал латын әрпімен. Көрейш. Кириллға түсірсеңіз, кириллицаға. Ки, ре, и. Ш әрпі уақыт өзгерген сайын ауысып отырады. Т болады, біресе ш болып оқады, Кирит. Ит деген мағына бөлік деген мағына ғой. Керей тайпасының бөлігі Көрейш. Кезінде бөлініп кеткен, сол жаққа қарай ауып кеткенде, араб халқына сіңіп, солардың бір тайпалар болып кеткен. Бірақ түбі, түбі Керей. Анық. Алла қаласа ғана басқа. Мыналардікі Арғын.
бірақ енді бұл жерде қазақтарға айтып кететін зат бар да, бізді не құртты? Бізді тәкаппарлық құртты да. Қазақтың ақыл мәтелдерінде, салт дәстүрінде, әдет ғұрпында қазақ халқы бүкіл Құранды енгізіп, соның ішіне тықпағанда. Сонымен бізді билегенде, сізді жаңағы неге мына шариғатпен жолға салмаған, әдет ғұрыппен ғана. Әдет ғұрып ол бала туғаннан бастап сол әдет ғұрыпты көреді, салт дәстүр, сонымен тәрбиеленеді да. Тәрбиемен бірте-бірте сөйтіп ақырын дінге көзқарасы дұрыс болады. Обал болады, ұят болады, жаман болады деп. Ар, ұят, бәрі қазақтан шыққан сөздер ғой. Бұлардың бәрі түбінде ол мына исламның фундаменті. Ар, ұят, намыс, тіл, халқым деген не болмаса, исламның фундаменті дұрыс емес болса, ертең ол үйіңіз құлап қалады. Фундамент дұрыс болу керек. Соны бастап кеттім, не үшін айтайын отырмын? Енді мынаны Мұхаммед пайғамбар енді Керей тайпасымен байланысты, Мұса пайғамбар арғындармен байланысты. Енді бұл жерде не туындауы мүмкін? Иә, бүкіл пайғамбарлар қазақ тайпаларының туындылары. Бірақ деген нәрсе бар да. Бұл енді мынаны естіген Керей айтады, ойбай, біз керемет екенбіз, бізден шыққан не? Мынау да арғын дейді, например. 124 мың пайғамбар болған. Біз дұға оқығанда айтамыз, 124 мың пайғамбар, 124 мың пайғамбар, 33 мың сахабамыз деп дұға саламыз ғой. Көрдіңіз ба? Қаншама пайғамбар бар? 25 пайғамбар ғана Құран кәрімде аттары белгіленген. Қалғандары аттары Құран кәрімде де жоқ. Соларды келе берсең, бізде қазақ халқында 42 ру бар. Әр пайғамбар әр рудан болуы мүмкін. Бірақ Құран кәрімде Алла айтады ғой, олардың әкелері бірде, шешелері бөлек дейді. Бұнымен не айтуға болады? Сен керей бол, арғын бол, найман бол, қоңырат бол, байылы бол, әлімұлы бол, албан бол, дулат бол. Бәріміздің түбіміз бір қазақпыз біз. Мыналардың бәрі, осы тайпалардың бәрі бір жерден шыққанбыз, біз бәріміз туыспыз. Бәріміз туыспыз. Сондықтан біз енді пайғамбарларды бөлуге болмайды. Мұса арғын екен, Мұхаммед пайғамбар Керей тайпасынан шыққан екен, Иса пайғамбар түбі арғын екен, сөйтіп кесе береді оны арғай. Онда не болады бұл? Бұл бөліну болады да, бөлінгенді бөрі жер дейді. Түбіміз бәріміз бір. Қазақтардың негізі мына рулардың аттарында қойғанда, әр рудың атауы негізі қазақтың атаулары көп болған ғой. Біз қазір қазақ деген атауды алып отырмыз да, бірақ қазақтан басқа біздің атауларымыз көп болған. Арғын мықты болған кезде бізді арғындар деп айтқан. Қыпшақтар мықты болған кезде, қыпшақтар билікте отырған кезде бұлардың бәрі Дешті Қыпшақ деген. Керейлер отырған кезде олар Керей хандығы болған, Найман хандығы болған. Әр руларынан бір тайпасынан жаңағы бір мықты шыққан кезде сол көшбасшы болғанда қалғандардың артынан ілесіп отырған. Бірақ түбінде біз бәріміз туысқанбыз. Сондықтан бұл пайғамбарлардың бәрі Керей, арғын, Найман, дулат, албан, байылы деп, қоңырат деп бөлмеңіздер де, ол негізі дұрыс емес. Мына Құран кәрімнің өзі соған келтіріп тұрды жаңа. Осылардың бәріне, мыналардың бәріне. Осы айналып келгенде бір ақпарат бәрі бұл. Қазақ деген халыққа тиесілі. Түбінде негізі бұны қаза берсең, бүкіл дүние жүзі қазақ тайпаларының, халықтардың бәрі осы қазақтан тараған.
бұл ақиқат, бұл шығады. Ол шығып жатыр. Құран кәрімнен шыққан. Құран кәрімде ол бір кітап дүние жүзіндегі Алланың қалауымен өзгеріске түспеген. Мына ақпараттардың бәрі Құран кәрімнен шығып жатыр. Мен ойдан бұны бір жерден шығарып жатқан жоқпын. Вот осы айтайын деген зат. Сонда жаңа мына жерден қазақтарға қазір шығатын нәтиже ғой, одан бір сабақ. Тәкаппарланып кетпеу керек та. Тәкаппарлық өлім дейді, қазақ айтады. Адам негізі бәр нәрседе адамға мұңсыз болуға болмайды да. Бір жерде уақып кетейін мен сізге. Бір қызықты жерде. Міне 112-ші сүре, Ықылас сүресі. Меккеде түскен 4 аят. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын дейді. Ол Алла біреу ақ. Алла мұңсыз дейді. Көрдіңіз бе? Алла ғана мұңсыз болады. Адамға мұңсыз болуға болмайды. Себебі неде? Себебі біз алдында да айтып кеттік қой. Адамзат алдында болатын нәрсесін білмейді. Біз ертең не болатынын білмейміз. Қазір 5 минуттан кейін не болатынын білмейміз. Ол түгіл артымызда болған затты да білмейміз. Кейбір айтады, тарих бар ғой, тарихпен бұрынғыны біз білеміз ғой дейді. Онда 100% ешкім мөр соғып бере алмайды сізге. Сіздің тарихыңыздың бәрі дұрыс деген. Негізі тарихтың көбісі бұрмаланғанда, Құран кәрімнен басқа кітаптардың бәрі бұрмаланған, көбісі. Оның астарында бір себептер бар. Оның бір себебі не? Оның себебі, ең бірінші себебі Іблисте жатырды. Іблис Алла тағалаға айтып кетті ғой. Менгі сенің құлдарының алдынан да, артынан да, оңынан да, солынан да отырып алам деген. Сондағы тура жолда дағыларды таппай қаласын деген. Бірақ шынайы құлдарыңа ғана әлім жетпейді деген. Ол Іблис айтты, айтқанда тұрды. Ол өмір бақи бізге дұшпан. Алла тағала Құран кәрімде айтып кетті. Сондықтан тарихтың да өзгеруінде, оның бәрінде де Іблистің ықпалы бар. Өтірік. Бірінші қару өтірік қой. Негізі көп нәрселер өтіріктен басталады. Ең бірінші өтірік. Бір үлкен бір өтірік болғанда сол өтіріктен басталды да. Қазір оны сізге бір сабақта айтамын ғой, қандай өтіріктен басталған. Енді мына жерде әр ақпараттың өзінің бір жүбі болады да. Қазір біз оқығанымыз 112-ші сүре ғой. 112-ші сүре. Оның жүбі 4-ші сүре 131-ші аят. 4-ші сүре 131-ші аятты ашайық. Көктердегі және жердегі нәрселер Аллаға тән. Сендерден бұрынғы кітап берілгендерге де, сендерге де Алладан қорқыңдар деп өсиет еткенбіз. Егер қарсы келсеңдер, сонда да көктер мен жердегі нәрселер Алланыкі. Алла мұңсыз, мақтаулы. Көктердегі әрі жердегі нәрселер Алланыкі дейді. Және де бұның тағы бір жүбі бар, 10-ші сүре 68-ші аятта. Енді бұның бәрін оқып отырмаймыз. Мына жерде 96-ші Ғалақ сүресіне көшейік. Сол жерде тағы бір қызық жер барды.
6 аятынан бастап сөз жоқ адам баласы әрине азады дейді. Ары қарай 7. Ол өзін мұңсыз көргендіктен дейді. Көрдіңіз ба? Ешқашанда адам мұңсыз бола алмайды. Ештеңеге сіз сенімді бола алмайсыз. Себебі ол нәрселердің кілті сіздің қолыңызда емес, ол бір Алланың қолында. Алла қаласа ғана бір нәрсені айтасыз. Пайғамбардың өзі кезінде бүгін емес ертең айтам дегенде Алла қаласа деп айтпағаннан кейін, одан кейін біраз уақыт ол кісіге ақпарат түспей қойған, Жибрил келмей қойған. Не себептен? Алла қаласа дегенді ұмытып кеткенді айтуға. Ол пайғамбар, біз кімбіз? Біз жай адамбыз. Пайғамбардың бір тырнағына татымаймыз. Сондықтан қазақтардың, жаңыз қазақтардың емес, бүкіл адамзаттың несі ол. Тәкаппарлық болуға болмайды да. Я біл, бұл айтқанда ақпарат қой, информация дейді. Біліңіздер, бүкіл пайғамбарлар қазақ тайпаларынан тараған 100%. Алла қаласы ғана басқа. Бұның бәрін біз не үшін Құран кәрімнің басында біз алдында қойған мақсатымыз қандай болды? Құран кәрім, қазақ тілі, қазақ халқы, пайғамбарлар, тарих. Осы біздің мақсат болды. Және де, енді біз 15-ші видео бізге келгенінде ақпарат қонды. Хуруф мұхаттаның шешілімі. Ол енді Алладан келді солай өзі. Сол қалай келді, солай көрсеттік біз. Сенетіндер сенет, сенбейтіндер сенбейді. Сонда сол біздің мақсатымыз осы болды, тарихпен бәрін байланыстырып, және де әр нәрсені өзінің орнына қою. Ақты ақ болып тұру керек, қара болу керек. Бүкіл ел білу керек, бүкіл дүние жүзіндегі. Бүкіл пайғамбарлар қазақ тайпасынан таралған. Исраил деген қазіргі таңда қазақ елі. Исраилі, Сира елі, сирушылызымен байланысты. Қазақтарындікі Қызылорда төңірегінде сыр елі дейді. Бұның бәрі не? Бұның бәрі біз тарихымызды жоғалтып алдық. Бүкіл дүниежүзілік тарихтың ішіндегі қазақ халқының, қазақ елінің тарихта орнын белгілеу. Сол тарихта өзінің отырған төрде орнын қайтару біздің мақсат. Бізді сырт ұстаған бейтіп. Жоқсыңдар сендер деп. Олай емес. Әр қазақ жүрегінде мен қазақпын деп керек. Мың өліп, мың тірілген. Қазақтың мақалдарын көрдіңіз бе қалай? Не мың өліп, мың тірілген? Мың рет бұзылып, мың рет жоғалып, мың рет өртеніп, қайттан күлден пайда болған Алланың қалауымен. Алла жоғалтам деген нәрсені жоқ қыл жібереді. Алланы жоқ қылмайым деген, қалдырам, арғай өркендетем, өсірем дегенде, ол бүкіл 18 ғаламның барлығы жабылып, Алланың сөзін болдыртпайым дегеннің өзінде де ол нәрсе болады. Себебі ол Алла айтқан. Кім жаратушы? Алла. Біздің орнымыз бар тарихта. Соны көрсету, соны қайтару. Және де әр қазақтың жүрегін ұялату. Мен қазақпын деп. Әр қазақ өзінің тілімен, өзінің салт дәстүрімен, мәдениетін сонымен мақтану керек. Мақтанғанда да бір әр деңгей болады. Тәкаппарланып кетпеу керек та. Ортаны ұстау керек, ортаны. Негізі қазақтың мақал, бәрі мақалдың мақалды жатыр ғой. Алда болсаң оғы жұтасың, артта болсаң шаң жұтасың дейді қазақта.
қазақтың құраны ар-ұят дейді ғой. Иә, ар-ұят. Оны ар-ұятты да кезінде айтып кеттік. Ар-ұят деген не? Мына араб елінің, Сауд Арабияның астанасы Эр-Рияд. Эр-Рияттың түбінде де ар-ұят деген сөз жатыр, қазақтың сөзі. Кезінде, пайғамбардың кезінде, ол арабтар білген ол сөздің мағынасын. Қазіргі таңда мүмкін ұмытып қалған олар. Әр арабтың сөзінің түбінде қазақтың тілі жатыр. Себебі, айттым ғой, араб тілі көктің тілі, қазақ тілі жердің тілі. Әр нәрсе жұп-жұбымен жаратқан Алла тағала. Бір Алла ғана жаңғыздық Алла ғана жарасқан деп қазақтың мақалы бар. Көрдіңіз ба? Сонымен араб тілінің жұбы қазақ тілі. Құран кәрімде біз алдында да айтып кеттік қой. Арабтарға айтқан, арабтар, мен сендерді орта қауым қылып жараттым дейді. Және де Таға сүресінде айтады, біз оның алдында айтып кеттік, керек адам алдындағы видеоларды көріп аласыз ғой енді. Және де ол ел деген, ол ел, сіздер де зардап шеккен кезде олар да зардап шекті. Олар да бірақ оларға сіздердің сіздердің тілегендеріндей сіздердің үміттенген нәрселеріңізді олар үміттенбеген деген. Сонда оларға айтқан, ол халықты іздеуден селқостанбаңдар деген. Сонда ол халық деген, ол халықпыз ғой, қазақпыз ғой. Арабтар әліге шейін іздеп жүр, біз таба алмай жүр. Дұрыс емес іздеп жүрген ғой. Ол Алланың арабтарға жеткізген аманаты ғой. Сол халықты іздеп тауып алыңдар деп ше. Өте дұрыс. Құранда дәлелденген. Иә. Құранның ішінде бар бұның бәрі менің сөзім емес, бұның бәрі Алланың сөзі. Сол халықты іздеңдер деген. Міне біз сол халықпыз, қазақпыз. Қазір арамызда осыны тыңдап отқаннан болса, арабтарға айтыңыздар. Аманаттарыңызды орындауға көмектесейін ба деп шейхтарына айтыңыз. Я десе, ана іздеген Құран кәрімде Алланың аманат еткен халқы, ол ана Қазақстанда тұрады олар. Сол қазақтар барында десе, ертең бүкіл самолеттарға бір айдың көлемінде билеттердің бәрін арабтар сатып алады. Мұнда келеді Қазақстан еліне. Көрейікші бұл не халық екен деп. Сонда қазақтар не істейсіңдер сіздер? Қазақ екенді қалай дәлелдейсіңдер? Сыртыңыздан қараса, адамға орысша айтады, встречают по одежке, провожают по уму дейді. Сыртыңыздан қараса, сізді көшеде кетіп қалған қазақтарды қазақ екен деп айта аласыз ба? Айта алмайсыз. Қырғызстанға барсаңыз, қырғызды қалай екенін білесіз, даладан көріп. Басына айыр қалпағын көресіз, айтасыз, мынау қырғыз екен дейді. Өзбекке қарайсыз, анау өзбектің шапанын киіп алып, өзбектің тақиясын киген, анау өзбек екен дейсіз. Қазақтар біз не болып кетті мына таңда? Ұлттық киім жоқ, дұрыс айтасыз. тақияңыз жоқ, бөрігіңіз жоқ, аяғыңызда киген мәсіңіз жоқ, шапаныңыз жоқ. Сыртыңыздан қарап, сізді қазақ деп ешкім айта алмайды. Сол встречают по одежке, провожают по уму деген. Ішкі дүниеңіз көрінбейді ол сыртынан. Сыртқы бейнеңіздің маңыздылығы намазыңызға да, құлшылығыңызға да ол бірінші орында тұрған зат қой. Жанның киімі тән, тәннің киімі шүберек қой. Иә. Сонымен айтып кетші қазақ тілі мен араб тілі екеуі бір-бірінің жұбы. Біреу көктің тілі, біреу жердің тілі. Құран кәрім оқып, меңгеріп, түсініп алған адам, қазақ болса, айтады, мен қазақпын ғой дейді. Ертең әр қазақ мақтанатын болады. Мен қазақпын деп. Бірақ ол үшін, енді қазіргі таңда бұрын қазақтардың қазақ болды ғой. Қазіргі таңда қазақ деген атауымыз бар да, атымыз бар да, затымыз жоқ болып қалды. Жоғалтылдық. Соның бәрін қайтару керек та. Салт, дәстүр, әдет, ғұрып, оның бәрі ар-ұят, бәрі тәрбие, бұның бәрі исламның фундаменті. Осы нәрсе болмай, сіз
тура жолға түсеміз деп ойламаңыз. Иә, арият жоқ жерде иман жоқ. Иман жоқ жерде тура жол жоқ. Осының бәрі Құран кәрімнен шығатын нәрсе. Әр қазақ өзінің кезін мен қазақпын деп айта алатындай болатын да. Енді біздің осы дүниежүзі тарихында біздің орнымызды мақсат төрде тұрған орнымызды қайтару.